Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар. Міне Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, Жетісу облысынан біз арнайы келіп отырмыз. Себебі шамадан тыс арыздар көп түскендіктен. Бірақ мен осы уақытқа дейін енді құзырлы органдар өздері әрекет етіп, көптеген арыздардың тоқтауына негіз болады деп ойладым. Себебі мен осы Үштөбе қаласының оқып шығып, осы жерден түлек болып шыққан азаматшалардың бірімін. Өзіңнің өсіп өнген жерің туралы бір кемшілік айту өте ауырға соғып тұр. Дегенмен бұл Үштөбе негізі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бұдан былай қарай Кәлпе деген ауыл бар. Сол ауылдан, яғни Қаратал ауданының топырағы біздің президентіміздің кіші отаны деп айтсақ артық айтпаған болармыз. Енді осындай жерде Қаратал ауданында трайбализм жайлаған дейді көп халық. Көптеген жаңағы қызмет атқарып жүрген азаматтар осы трайбализмнің нәтижесінде көптеген қызметтерден де айырылып қалдық деп шағымды өте көп айтады маған. Бірақ мен тағы қайталап айтамын, осы Үштөбеден шыққаннан кейін көбінесе кемшілікті сол жаңағы құзырлы органдар өздері көріп, өздері түзейтін шығар деген үмітпен үнемі өздеріне арыз шағым ретінде түсіріп қойып күтіп жүретін едім. Енді осы жолы білім саласына өте көп арыз шағым түскендіктен облыстық білім басшысына да сұрақты қойып үлгердік. Ол кісі де барлығы өте жақсы жоғары деңгейде тексеруге ешқандай негіз жоқ деп есептегендіктен, ал енді арыз шағым түсуін тоқтатпағандықтан біз оны ресми барлық е-өтініш порталынан өткізген болатынбыз. Бірақ тексеріс нәтижесіз, арыз шағымдар ары қарай жалғасуда. Сонымен қатар енді білім саласының өзі ақсап жатқандай жағдай болатын болса, басқа салаларды біз қайдан білейік, қалай жүріп жатқанын, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, жалпы жер жаннаты Жетісу жерінде жақсы аудандардың біріне жатқызуға болады. Жері де, елі де керемет. Президенттің кіші отанында білім ақсап жатса, басқа дүниенің асып бара жатқаны ешкімге керек жоқ шығар. Еліміздің мәртебесін асқақтататын азаматтар көп болсын дейік. Осындай жаңа кемшіліктер айтылып жатса, арыз шағым көп түсіп жатса, яғни нақты бір тексерістің қажет ететіндігін, министрлік осыған бет бұру керектігін назарға алса екенін дейміз. Негізі ондай қанша білім бөлім басшыларын түсіріп жүрмін, ондай әңгіме айтпаған. Сіздікі жарайды, енді өзіңіз білесіз ғой. Артық бірдеме мен айтып қойып жүремін ба дегенім. Жоқ, сіз не үшін артық нәрсе айтасыз? Сұрақ, бір-екі сұрақ. Жақсы. Мына жерде тұр да, видеоға түсіріп отыр. Ана ортасын басасың потом. Бізде мынандай сұрақ, мына Қаратал ауданына соңғы кезде өте көп арыз шағым түседі, басқа аудандарға қарағанда. Басқа аудандарда да бар арыз шағым, бірақ енді бір айда бір арыз, екі түсетін шығар, сізге өте көп түседі. Соның себебі неде деп ойлайсыз өзіңіз? Енді менде талап көп. Менің мүмкін талабыма шыдай алмай жүрген адамдар шығар деп ойлаймын. Бір жағынан. Содан кейін жаңағы сізге айтайын дегенім, мына сіздің түсіріп жатқан дүниеңіз, жоқ, видеоңыз негізі заңсыз. Біз сізді түсіріп жатырмыз, осыны ресми тура осындай бұлтыртпай, бір сөзіңізді кеспей осылай саламыз. Негізі біздің ондай неміз жоқ. Қанша білім бөлім басшыларын видеоға түсіріп келген осы уақытқа шейін, бірақ мені өйстіп ешкім түсірмепті. Міне осылай. Жоқ. Енді бірақ түсіруге ешқандай қарсылық жоқ, бірақ дегенмен дейміз да. Бұл жерде заңнамалық тұрғыда қайшылық бар да, жақсы. Содан кейін мына директорлердің ротациясы. Осы арыз шағым келіп түскенше 15 жыл отырған, ешқандай мызғымассыз, қозғалыссыз отырған директорлер болды. Олардың жаңағы ауызбастық көз қысты әрекеттері болды ма? Әлде оларды заңнамалық тұрғыда енді 7 жылдан артық отырмау керек? Неге 15 жылдан отырған адамдар болды сізде? Олардың бәрін ауыстыруға сіздің қауқарыңыз жетпеді ма? Жоқ, менің келгеніме 2 жыл болды ғой. Мен келгеннен кейін бірінші жылы ол кісілерге ауыстыру жағын айтқанда, мысалға айтайық, Жаңа Талап мектебінің директоры Шолпан Сүндетбайқызы, ол кісі баласы мүмкіндігі шектеулі баласы бар, сол семья жағдайын айтып, 1 жылға қоя тұрыңызшы, мен өзім 1 жылдан кейін мүмкін жұмыс ауыстыратын шығармын, осылай кететін шығармын деген секілді неткеннен кейін бір адамгершілік жағына жақсы дедім. Оған көнді. Одан кейін 2-ші жылы, осы биылғы жылы күзде ауыстыру бойынша мен ол кісілерге хабарлама өздеріне айтқан, таратып бердім. Жоқ, ол арыз шағым түскеннен кейін ғана барып сіз қозғалттыңыз. Арыз шағымға дейін мүлдем қозғалмадыңыздар, соның себебі неде деп сұрап тұрмын. Арыз шағымға дейін де ол болған, бірақ әлі қазақ айтады ғой,
құланның қасынуынан мылтықтың басылуы дәл келіп отыр да. Сіздің де арыз шағымыңыз сол уақытқа келді. Тұспа тұс келіп қалған Иә, ғой. тұспа тұс келіп қалды деп ойлаймын енді. Негізінде ол Зейнеткерлер мәселе болды, көтерілген. 15 жылдан артық отырғандар көбірек болды. Соның енді жалпы сонда ол кісілер директор бола тұра заңды білмеді ма? Бізде енді ротация жасауда, ротацияның заңдылығы бойынша бір елді мекенде орналасқан мектептер бар. Бізде енді көрдіңіз бе? Бұл ротацияның заңдылығы бойынша сәйкес келмеді. Бір елді мекенде ондай 2 мектеп болмады. Біз бірақ бұл кісілерді өздеріне ұсынып бердік. Мысалға айтайық, сол 14 жыл 15 жыл отыр деген директорларыңызға мен хабарлап айттым. Осылай деп едім, ол кісілер айтты, енді басқа мектептерге ауысуға біздің денсаулығымыз жоқ, енді қазіргі уақытқа жағдайымыз жоқ дегеннен кейін ол кісілер өздері орнын босатып берді. Енді қазіргі уақытта біз ол кісілермен уақытша үй болып отыр. Конкурс жарияланған кезде конкурсқа түсетін үміткерлер болатын болса, ол кісілердің орны әзірге бос. Уақытша міндетін атқарушы болып отыр ол кісілер. Енді ротацияның заңдылығы бойынша да сол бір елді мекенде қосымша мектептер болмағаннан кейін ол кісілер отырғаны рас. Бірақ биылғы жылы өздеріне барлығына ескерттік. Сосын жаңағы өзіңіз айтқандай бірінші жылы келген бетте бәрін ауыстырғанға тағы да кішкене келген бетте бәрін шашыратып жатыр, бұрқыратып жатыр дегенесін кішкене елмен жұмыс жасап көрейік, бағдарды байқап көрейік деген ойымыз болды. Одан кейін Жылбұлақ мектебі мен Лермонтов мектептерінің директорлерінің категориясы жоқ мыс деген ақпарат келді. Олар да өте көп жыл отырған екен, бір мектептен бір мектепке ауыспапты. Себебі олардың жаңағы таныстары прокуратурада істейді екен, басқандай дүние екен, жұмыста көп болмайды деген ақпарат бар. Осыған не айтатын едіңіз? Жылбұлақ мектебінің директорының категориясының уақыты келіп, категориядан өте алмаған себебі бар. Жаңағы өзіңіз айтқандай ұзақ жылдарға отырғандығы бар. Ол кісі де өзінің орнын босатты. Ол кісіге де алдында хабарлап айтқанбыз, ол кісіге мүмкіндік бердік категориясын көтеруге. Бірақ екінші рет. Жоқ, осы уақытқа шейін неге категориясы отырды? Жоқ, осы уақытқа дейін болғанда ол былтырғы жылдан ғана категория, ол мен келгенде ол кісілерде категория болған. Осы былтырғы жылдан бастап қана категорияларының уақыты келіп, қайтадан категорияға тапсырып құлап қалды. Осындай адамдарды мектеп директоры болып сонша жыл отырғаны... Жаңағы сіз айтқан Лермонтов мектебі басқа мектеппен шатыстырып отырған шығарсыз. Жоқ, маған келген сұрақты ғана қойып отырмын. Мен сізге ешқандай нақты бір утверждение жасап отырған жоқпын. Мен сізден сұрап отырмын. Солай ма деп сұрап отырмын. Жоқ, Жылбұлақ мектебі жайында айттым. Ал Лермонтов мектебінің директоры Котова Людмила Индюновна болған. Қазіргі уақытта ол кісі ауысу тәртібімен, өз келісімімен Панфилов мектебіне директор болып тағайындалды. Бірақ ол кісінің көшбасшылық бірінші категориясы бар. Ол кісі жоғарғы категориядағы өте білікті, білімді басшы ретінде. Ол кісі ондай категориясы жоқ. Маманға, басшының қатарынан емес. Жақсы. Одан кейін Оян мектебін ауыстырдыңыздар. Зейнеткерлерде болды, е? Зейнеткерлікке шыққаннан кейін ол кісі бір жыл, ол кісінің өзінің сұрауы бойынша бір жылға қалдырдық. Өйткені мектептің аттестациядан өтуі болды. Ол кісі сонымен аттестациядан өткізіп толық аяқтағанша деп ол кісінің келісімі. Кейбір мектеп директорлерінің орны осы жерде сатулы дейді. Сондай ақпаратта келіп түскен. Сол қаншалықты рас? 5 миллион теңгеге сатып алып отырды дейді. Сол рас па? Жоқ, жалған ақпарат қой. Жалған ақпарат, е. Осы 14-ші қараша күні Қаратал аудандық білім бөлімі, облыстық білім бөлімімен бірлескен ұстаздар арасында арнайы бір сайыс өткен көрінеді. Пән олимпиадасы. Иә, сол олимпиада тағы да заңсыз өтіп, бірінші орындар бірақ қана мектепке тиесілі болып, олар алдын ала біліп, телефоннан көшіріп жауаптарды. Сонымен қатар бірінші орын 1 айлық жалақы көлемінде деп жазған болатын. Осы қаншалықты рас? Ол да жалған ақпарат деп ойлаймын. Өйткені ол жайында нақты дәлелдер жоқ. Өйткені мен ол сыбысты естідім. Мен жаңағы содан кейін басшыларымен барлығымен сөйлесіп, енді ол жерде жалғыз білім бөлімінің мамандары ғана отырмайды, ол жерде кәдімгі білікті әділ алқасында үлкен ұлағатты ұстаздар да отыр. Және де мен ойлаймын, осы сол 9 пән олимпиадасынан 9 бірінші орын алған көшбасшыларымыз облысқа барып, осы өздерінің сайыстарын қорғап келді. Облыстық конкурстан 90% олардың барлығы жүлделі орынмен қайтты дейді. Өйткені мысалы 9 пәннің 7-еуі үлкен жүлделі орындар алып келді.
Енді соны ойлаймын, егер олар бізден сатып алған болатын болса, сонда облыстан да сатып алған болып есептеле ме? Иә, солай болып тұр ғой енді. Бәр жерде пән олимпиадасының сатып алынған деп айтып тұр ғой енді. Ұстаздар сөйтіп айтып тұр ғой. Ол енді нақты дәлел болмаса айта береді ғой енді. Нақты дәлел болса, біз әрине шара қолданамыз. Ол кәдімгі құқық қорғау органдарына дейін барып, заң алдында жауап береді. Яғни сіздің өзіңіздің жұмысыңызға өзіңіз қанағаттанасыз, жұмыстың барлығы жақсы, жаңағы категориясы директорлер істесе де дұрыс, одан кейін көп жылдар бойы жаңағы ротацияға тиесілі азаматтар болса да олар да ауыспауы сізге келгенге шейін сол 2 жылда сол дүниелердің бәрін былай ауыстырдым 2 жылда. Енді арыз түскен кейін ғана жасайсыз да, оңға дейін жасалмады да. Сол жалпы қаншалықты сіздің өзіңіздің жұмысыңызды күнделіктен істеп жүрсіз ғой, күні кешке осы үкіметке өзіңіздің жұмысыңызды қаншаға бағалайтын едіңіз? Енді оны мен өзімді өзім бағалай алмаймын, оны ұстаздар, халық береді. Жоқ, сіз өзіңіз енді өзіңізді мысалы қалай деп ойлайтын едіңіз? Жақсы жұмыс жасайсыз, орташа ма, өте жоғары ма, біз білмейміз ғой. Сіз өзіңізге қандай баға беретін едіңіз? Енді біреудің алдына түсіп кетпей, артында қалып қалмай, ортасында жүрген шығармын деп ойлаймын. Жақсы. Директорлердің арасында Естеуов Болат деген азамат бар ма? Бар. Көкдала мектебінің директоры. Ол кісінің де категориясы жоқ ау деген сияқты ақпарат келді. Иә, категориясы түскен, бірақ біз ол кісіге мүмкіншілік бердік. Қазір категория. Қанша директор сондай тапсыра алмай қалды категорияға? Біреу ғана? Екеуі болған, жаңағы Жылыбұлақтың директоры ол орын босатты. Енді біз екінші директорға қазір мүмкіншілік бердік. Ол осы жолы өте алмаса, өз арызымен кетемін деп өзі несін жазған. Жақсы. Сосын жаңағы білім бөлімінің басшысының мына кіргендегі табличкасы сынық болып тұр, өкінішке орай. Ғимараттың іші өте лас. Мына жақта вообще не болып жатқан белгісіз, әйтеуір бәрі бірдеңелерді алып салып сөйтіп жатыр. Қаратал аудандық білім бөлімінің кіреберісінің. Білім бөлімінің алдына келіп тұрмыз, мінекей. Барлық мектептің завхоздары көрінеді жаңа. Мінекей. Жалпы ғимарат өте ескі екен, іші де ластау. Жалпы білім сапасының деңгейі бірақ жоғары дейді. Қаратал аудандық білім бөлімінен шығып келе жатырмыз. Апайлар бірдеңе тиеп жатыр. Сіздер білім бөлімінде жұмыс жасайсыздар ма? Жоқ. Мектепте завхозбыз. Завхозсыздар ма? Неге балалардың мектебіне жаңағы заттар тиеп жатсыздар? Бұл балаларға арналған автобус қой. Не тиеп жатсыздар? Кітап? Енді көлік жоқ қой бізде. Көлік жоқ па? Көлік жоқ. Өстіп балаларға берген автобуста кітаптерді тасымалдап жатқан көрінеді. Мына Қаратал аудандық білім бөліміне үнемі арыз шағым келіп түседі. Сол бойынша келіп сұрақ жауап алып келіп көріп кетейік дегенбіз. Жақында Қазақстан Республикасы бойынша оқу ағарту министрі Жұлдыз Досбергенқызының жеке қабылдауында болып көптеген осы мәселелердің бәрін көтеріп айтқан болатынбыз. Бізге Жүнісов Дәурен Қабдолданұлы Жетісу облысы бойынша білім басқармасының басшысы да осы Қаратал ауданын сіз өте көп арыз шағым түседі, тексересіз ба дегенде барлығы заңды, бұл жақтың білім сапасы өте жоғары және де ешқандай тексеруге негіз жоқ деп жауап берді. Ал енді бара келе осы соңғы 2-3 айда түскен арыз бойынша не ротацияға тиесілі директорлер 15 жылдан аса ротацияға өтпеген, ауыспаған, одан кейін арыздан кейін ауыстырды. Олардың бәрі арасында бәлкім ауызбасты көз қысты әрекеттермен ауысты ма деген ақпарат келген, оны да ешкім тексерген жоқ. Жалпы Қаратал ауданы білім саласы кішкене ақсап жатқан көрінеді, бірақ облыстық білім басшысы ешқандай тексеруге де негіз жоқ. Жалпы жұмыс сапасы өте жоғары дейді. Кейбір директорлердің мүлдем категориясы жоқ, тест тапсыра алмаса да, бірақ барлығы өте жақсы екен. Жалпы білім бөлімінің жаңағы жұмысын көріп отырсыздар. Міне балаларға арналған автобус, ішіне кітап тиеп, қазір енді тасымалдап әйел адамдар тиеп жатты. Жаңа көрдіңіздер, завхоз деді.